Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бірмүшелер. Сандардан, айнымалылардан және олардың дәрежелерін көбейту амалымен құрастырылған өрнекті бірмүшелер деп атаймыз. Оларға мысал келтіре кетсек, 5а, y-тің 4 дәрежесі, ab көбейтілген ba, және де тағы да басқа өрнектерді айта аламыз. Бірінші мысал, көбейтудің терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін қолдана отырып, мына өрнекті ықшамдайық. Бірмүшенің осы түрі стандартты түр деп аталады. Яғни сандар, коэффициенттер бірінші орында, одан кейін айнымалы және оның дәрежесі. Бірмүшенің дәрежесі дегеніміз бірмүшедегі айнымалылардың дәрежелерінің қосындысы. Мысалы, осы бірмүшені қарастырып көрейік. А-ның квадраты, С-ның 1 дәрежесі және X-тің 4 дәрежесі. Сонда 2-ге 1-ді қосып, 4-ті қосайық. 7 шығады. Сонда осы бірмүшенің дәрежесі 7 екен. Тақырыптың астында осы тақырыпқа байланысты есептер бар. Шығарып есептеп көріңіздер.